Атырау облысы білім беру басқармасы Оңайбай Көшеков атындағы Атырау аграрлы техникалық колледжі. Авторы Бұлбұл Саркенна Тұрақбаева. Лауазымы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. Модульдің атауы мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру. Пән атауы мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу. Сабақтың тақырыбы анықтама, оның деректемелері. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 5-ші бөлім ақпараттық анықтамалық құжаттар. 5-ші бөлімнің 3-ші тақырыбы анықтама, оның деректемелері. Сабақтың мақсаты анықтама, оның деректемелері, мазмұны туралы білім мен білік дағдыларын қалыптастыру, анықтама жазудың негізгі мәтіні, мақсаты, жазылу үлгілерімен таныстыру, тиімді қолдана алуға машықтандыру. Сабақтың жоспары. Анықтама қандай да бір болмасын фактіні, не оқиғаны сипаттап растайтын құжат. 2-ші, анықтаманың мазмұндық түрлері. 3-ші, анықтама құрылымы. 4-ші, анықтама үлгілері. 5-ші, сұрақтар мен тапсырмалар. 6-ші, тест тапсырмалары. 7-ші, пайдаланылған әдебиеттер. Анықтаманың құқықтық дәрежесі жоғары. Заңдық күшке ие құжат. Анықтама мазмұны белгілі бір фактіні немесе оқиғаны дәлелдейтін, растайтын іс қағазының бір түрі. Анықтама жоғарғы тұрған органның немесе лауазымды адамның нұсқауымен жазылады. Ол қажет ететін мәліметтерден ғана тұрады. Егер сіз бағыт бойынша ақпаратты жіктесеңіз, онда олардың 2 түрі болуы мүмкін: ішкі және сыртқы. Ішкі ұйымның қажеттіліктеріне сүйене отырып, құжаттама қағидалары бар болғанда және солардың негізінде құрылады. Сыртқы көбінесе сұраныс бойынша жасалады және ұйымнан тыс жолданады. Ұйымнан тыс жерлерге жолданатын анықтамалар жалпы бланкіде рәсімделеді. Ішкі анықтамалар бланкіні қолданбай, ақ парақтарда рәсімделуі мүмкін. Сонымен қатар анықтамалар оларда ұсынылған ақпараттың сипатына қарай жіктеледі. Анықтамалар қызметтік және жеке сипатта болады. Анықтаманың мазмұндық түрлері. 1-ші, жеке адамға қатысты анықтама. Көп жағдайда жеке адамға байланысты нақты бір ақпаратты растау үшін беріледі. Мысалы, тегі, аты жөні, туған күні, туған жері, еңбек өтілі, атқаратын қызметі, мамандығы, білімі туралы мәлімет тағы басқалар. Анықтамада берілген мәлімет әркез мұқият тексерілуі қажет. Мәліметтің дәлдігін тексерумен кадр бөлімінің қызметкері, ұйым жетекшісі, өкілдік берген хатшы айналысады. Анықтама беру журналындағы рет санының өсу тәртібіне орай әр анықтамаға нөмір қойылады және бірнеше дана берілсе, ол да көрсетіледі. Берілген анықтаманың көшірмесі мекемеде қалдырылмайды. Кейбір ерекше жағдайда көшірмесі қалдырылатын болса, ол жеке іс бумасына немесе қызметкердің жеке ісіне тігіледі. Анықтама А5 форматты парақта дайындалады. Кейбір көлемі үлкен анықтамалар үшін А4 форматты қағаз парағы пайдаланылады. Мекеме жетекшісі өз билігі мен өкілеттілігінің шеңберінде ғана анықтама беруге және растап қол қоюға құқығы бар. Анықтама беруші жауапты адамның қолы ұйым мөрімен расталады. Анықтамадағы қызметтік сипаттағы мәліметті тиісті бөлім қызметкері тексереді. Кез келген анықтаманың тіркелген нөмірі, жауапты адамның қолы, мекеме мөрі болған жағдайда ғана заңды күші бар. Анықтаманың мазмұндық түрлерінің 2-ші түрі қызметтік анықтама. Қызметтік анықтамалар бекітілген комиссия мүшелері жүргізген қандай да бір тексерудің жиынтық нәтижесінен тұрады. Белгілі бір мекемедегі материалдардың болуы туралы анықтама, жоғарғы оқу орны ішкі бақылау комиссиясының анықтамасы, белгілі бір мекемелердегі, ұйымдардағы немесе олардың бөлімшелеріндегі жұмыс түрлерін тексеріп қорытындылау, бағалау мақсатында да жазылған анықтама, тағы басқалар. Осындай анықтамалар арқылы белгілі бір өкілдігі бар адамдар тобы тексерілген істер бойынша өз пікірлері мен қорытындысын жоғарғы ұйымға, басшыларға жеткізеді.
Анықтамада тексерудің мақсатына қарай барлық фактілер мен оқиғалар рет-ретімен жүйелі түрде жазылуы тиіс. Жеке адамға қатысты анықтама мен қызметтік анықтамалардың айырмашылықтары: қызметтік анықтамада адресат деректемесі рәсімделеді, жеке анықтамада адресат рәсімделмейді. Анықтама құрылымы: бірінші анықтаманы берген мекеменің төрткүл мөрі болады. Онда анықтаманың берілген мерзімі мен тіркелген нөмірі қойылады. Нөмірсіз, мерзімсіз анықтама жарамсыз болып табылады. Екінші, құжат аты. Үшінші, анықтаманың мазмұны, адамның аты, тегі, әкесінің аты, анықтаманы алатын мекеменің аты, анықтаманы баяндайтын фактілер, соңғы жолда анықтаманың қандай мақсатпен кімге берілгендігі туралы айтылады. Төртінші, анықтаманың жарамдылық мерзімі жайлы мәлімет беріледі. Бесінші, анықтаманы беруге міндетті адамдардың қолы, қаржы мәселелері жөніндегі анықтамаға мекеменің басқарушыларымен қатар оның орынбасары, бас бухгалтер және бухгалтерлер де өз қолдарын қояды. Алтыншы, анықтаманы куәландыратын мекеменің мөрі. Анықтама үлгілері. Бұл жерде яғни анықтаманың бір үлгісі берілген, қалай жазылуы керектігі. Мысалы, анықтама. Осы анықтама азамат Алтай Төлеуұлы Айтбаевтың Атырау қаласы Мұхтар Әуезов көшесіндегі 125-ші үйдің 14-ші пәтерінде тұратынын растайды. Анықтама жергілікті әкімшілікке тапсыру үшін берілді. Үй басқарушысы Рахимова, қолы қойылады 14 сәуір 2020 жыл. Сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші, анықтама қандай құжат? Екінші, анықтама не үшін беріледі? Үшінші, оның құрылымы қандай болады? Төртінші, сөздерді мағыналарымен жұптастырыңыз. Бесінші, Халықаралық бизнес академиясы қаржы экономика факультетінің 1-ші курсында оқитын Қасенов Арсен Набиұлына ұлттық кітапханаға тіркелу үшін оқитын жерінен алған анықтама үлгісін жасаңыз. Алтыншы, Айбаров Серіктің Атырау қаласы Мұхтар Әуезов көшесі 12-ші үй 5-ші пәтерде тұратынын растап анықтама жазыңыз. Жетінші, әскери комиссариатқа өткізу үшін Халықаралық бизнес академиясы қаржы экономика факультетінің 1-ші курс студенті Омаров Олжасқа анықтама жазыңыз. Міне осы сұрақтар мен тапсырмаларды жоғарыда берілген дәріс мәтіндеріне сүйене отырып және қосымша пайдаланылатын әдебиеттер тізбесінде көрсетілген әдебиеттерді пайдалана отырып орындауларыңыз сұралады. Тест тапсырмалары берілген. Бұл тест тапсырмаларының сұрақтарына да жоғарыда айтылған дәріс мәтінін пайдалана отырып дұрыс жауапты белгілеулеріңіз сұралады. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.